Сәлем, қадірлі оқырман. Бұл ертегіні оқып болған соң, егер саған ұнаса, парақшаға жазылып, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Сенің қолдауың бізге шабыт береді. Ит пен мысықтың айрықша достығы. Ертеде, таулы аймақтың етегінде бір шағын ауылда ит пен мысық бірге өмір сүріпті. Ит Тома дейтін ер жүрек, адал жануар екен. Ал мысық Мияу атты өте ақылды, сыпайы және қулығы да аз емес екен. Бастапқыда олар бірін-бірі жақтырмайды екен. Ит мысық жалқау, тек ұйықтап ойнайды десе, мысық ит дауысы қатты, әркімге үріп мазаны алады деп ойлапты. Бірақ тағдыр оларды бір үйге алып келіпті. Қарт кісі екеуін де асырапты. Сол күннен бастап олар бір үйде тұра бастапты. Алғашқы күндері бір-бірін түсіне алмай, қақтығысатын кездерде болыпты. Мысық түнде далаға шығып кетіп, таңертең үйге шаршап кірсе, ит оның сыртта жүргенін ұнатпай үреді екен. Мысық болса, сен түнде ұйықтамайсың деп ренжиді. Бірақ бір күні ауылға ұрылар түседі. Қарттың ауласындағы азық-түлік құрал-сайман ұрланып кетіпті. Ит оларға қарсы тұра алмай қалыпты. Сол кезде мысық байқаусызда бір сөмкеден иесінің алтын сағатын тауып, қартқа келіп береді. Қарт қатты қуанып итке қарап: «Тома, сен мықтысың, бірақ бәрін жалғыз жасай алмайсың. Мияу екеуің бірігіп жұмыс істесеңдер, бұдан да көп пайда келтіресіңдер» дейді. Сол күннен кейін ит пен мысық достасып кетеді. Ит түнде аула күзетеді, ал мысық күндіз үйдегі азық-түлікке бөлмеге қарайды. Итке біреу келсе, мысық оны естіп итке білдіреді. Ал ит бірдеңе иіскесе, мысыққа ыммен айтып, олар бірігіп әрекет етеді. Күндердің күнінде тағы бір ұрылар келіп үйге кірмек болады. Бұл жолы Тома қатты үреді, ал Мияу қартқа қарай жүгіріп, оның бетін тырнап оятады. Қарт оянып, шу көтеріп, ұрылар қашып кетеді. Осы оқиғадан кейін бүкіл ауылда олардың достығы аңызға айналыпты. Ит пен мысық бір-бірімен тату болса, адамдар да бірлікпен өмір сүруі керек деген нақыл да таралыпты. Олар қарт кісімен ұзақ жыл тату өмір сүріп, ауылдың қорғанына айналады. Балалар оларға ертегі айтып дос болуды үйренеді. Құрметті оқырман, осы ертегі саған ұнаса, арнаға жазылып, пікір қалдырып, достарыңа бөлісуді ұмытпа. Ертегілеріміз жалғасады, бірге болайық.